Жалпы бұл жібек жолы бұл қайырымдылық қоры ма әлде медресе ме? Тізеңе тиіп отырғандай, және де сол арқылы сен нұр аласың дейді. Яғни ұстазымыздың суретін тасауыр елестете отырып, соған кәдімгідей байлану бар. Тұмақаның қабірін не үшін құшақтап жыладыңыз? Алла тағала тікелей байлануға болмайды деп үйретті. Яғни қазақта айтады ғой, аңқау халыққа арамза мырза деп. Қол жайғанда да былай қылып жайғызатын. Өзі үйретеді мынандай. Өстіп жаюың керек қолды. Олардың қолы арқылы параллельдік бір мемлекет қалыптасуы әбден мүмкін. Бұл қайырымдылық қоры. Сен просто балаңды жібер, біз не етейік? Үйретейік. Міне осы әңгімені өзім естідім. Өстіп адамдарға айта бергеннен кейін сенеді. Мынаның барлығы әшейін бизнес, Сүлейменшіл, тәңіршіл бәрі херня полный. Мұхаммед пайғамбар Әзірет Омар мен Әбу Бәкір ертіп келіп, жаңа Сүлеймен Хилми Тұнақанға келіп, шай ішіп кетті дейді. Сайлауға келген кезде Сүлейменшілердің басшылығынан әмір түседі. Анау Түркияда отқан басшылардың мақсаты не? Бұлардың не бір діни дипломдары да жоқ. Жан жақтан бұлар